Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз аулада ойнаймын. Бүгінгі сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бүгінгі сабақта балалар үйренетініміз аулада не істейтіні туралы айтып үйрену. Жаңа сөздер: ойнайсың ба, будешь играть. Ойнаймын, буду играть. Ойнамаймын, не буду играть. Тебемін, буду кататься. Аулада, во дворе. Қайталаймыз балалар. Ойнайсың ба, будешь играть. Ойнаймын, буду играть. Ойнамаймын, не буду играть. Тебемін, буду кататься. Аулада, во дворе. Тыңда, қайтала, оқы. Суретке қараймыз балалар. Мен сырғанақ тебемін дейді Әлібек. Мен әткеншек тебемін дейді Айгүл. Анна велосипед тебем, мен велосипед тебемін дейді. Анел мен құмда ойнаймын дейді. Астындағы сөйлемге қараймыз балалар. Мен аулада ойнаймын. Аулада әткеншек, сырғанақ, велосипед тебемін. Құмда ойнаймын. Балалар, аулада не тебемін дейді? Әткеншек, сырғанақ, велосипед тебемін дейді. Және құммен ойнаймын дейді. Жазылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Әріптерден сөз құрап жаз. Балалар, түрлі түсті жұлдызшалар бар, я? Жұлдызшалар қызыл, жасыл, көк түстер бар екен балалар. Осы бірыңғай түстерден сөз құрап жазамыз балалар. Айтылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма. Үлгі бойынша диалог құрыңдар. Мына сөз тіркестерді пайдаланыңдар. Әткеншек тебемін, сырғанақ тебемін, құмда ойнаймын. Бұлар диалогқа қараймыз. Алло, сәлем Саша. Алло, сәлем Әлібек. Сен аулада ойнайсың ба? Мен аулада велосипед тебемін. Иә, мен аулада ойнаймын. Мен доп ойнаймын. Балалар, төбедегі сөз тіркестерін пайдаланып, үлгі бойынша диалог құрамыз балалар. Өзіндік жұмыс. Сөйлемді толықтырып жаз. Сен аулада бар. Сен ойнамайсың. Мен ойнамаймын. Балалар, қажет сөздер: ойнайсың ба, құмда, әткеншек, аулада. Көп нүктенің орнына қажет сөздерді қойып, сөйлемді толықтырып жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.